Уайым. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ. Ол өзі де бір антұрғандық. Абай. Уайым мәселені шешпейді, тек мазаңызды алады. Омар Хайям. Уайым алдағы істерді ойлап тағатсыздану, күйгелектікке ұрынып, үмітсіздікке салыну, істі жаманшылыққа балап, орынсыз мазасыздану. Бұл құбылыс асқынған кезде ұйқысыздыққа, күйзеліске тап болуы бар. Мысалы, үйленсем, әйелім жаман болып шықса қайтемін? Немесе күйеуінің жұмысы Алматыға ауысуына байланысты көшетіндігін естіген әйел, Алматы ең лас қала, денсаулығымыз құритын болды, кептеліс көп, балалар мектебіне қалай үлгереді деп ұйқысы қашып, уайымға салынып, 2 миллионға жуық халық осы қалада өмір сүріп жатқанына назар аудармастан өзінен өзі әбігерге түсуі мүмкін. Екінші мысал, шетелден тауарға тапсырыс берген кәсіпкер жолда жүк көлік бұзылып қалса, немесе ол өртеніп, яки тоналып кетсе не істеймін? Секілді қорқынышты жағдайларды елестетіп, ұйқысы қашып, күндіз түні сары уайымға салынуы мүмкін. Мұндай артық уайым адамды күйзеліске түсіріп, торықтырып жіберері анық. Орынсыз уайым қол аяғыңды жіпсіз байлап, жігеріңді матап, харекетіңді тұсап тастайды. Не болса соны уайымдап, түймедейді түйедей етіп, болмашы нәрсеге шамадан тыс алаңдаған сайын, адамның қайраты мұқалып, қайырылған шалғыдай жігері жасиды. Уайым стресске себеп. Ал ол өз кезегінде денсаулықты құртады. Менің бір жақын танысымның ұйқы безі асқынып, өлім аузынан қалды. Сол кісімен шетелде қонақ үйде бір бөлмеде тұрдық. Кешкісін шкафтарды ақтарып, киімдерінің қалтасын қайта-қайта тексеріп, қатты мазасызданып, әлде бір нәрсені тынымсыз іздеп жүргенін байқадым. Сөйтсем, бөлменің есігін ашатын карточкасын таппай жүр екен. Мен, Құдай-ау, бағанадан бері сонша мазасызданып іздеп жүргенің осы ма? Карточка деген жай ғана пластмас дүние ғой. Ресепшндегі қызметкерге айтсаң, басқасын шығарып бере салады, деп көңілін тыныштандыруға тырыстым. Таңертең тұрсам, көршім тағы да сол карточкасын іздеп, әуре сарсаңға түсіп жүр. Танысымның ұйқы безі неліктен сыр бергенін түсіндім. Баяғы орынсыз уайымның кесірі. Уайымды қалай жеңеміз? Бар жігеріңді ертеңгі күнмен өмір сүруге жұмсама. Өйткені ертеңгі күн бізге беймәлім. Алдағы күн бір Аллаға ғана аян. Ендеше әлі орын алмаған жағдайды ойлап, сары уайымға салынудың мәні жоқ. Бұл бір аптадан кейін қарным ашуы мүмкін деп, бүгін тыңқия тойып алу секілді орынсыз әрекет. Адамның ерік жігері, бойдағы жігер қуаты дәл қазіргі таңдағы қиыншылыққа төтеп беруге толық жеткілікті. Ал біз сол ерік жігер қуатымызды өткен күнге өкінумен, әлі болмаған болашаққа алаңдаумен әлсіздікке ұшыратып жатамыз. Сондықтан өткенге өкінбей, болашақты уайымдамай, дәл бүгінгі күнмен өмір сүруді үйренуіміз қажет. Себебі уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Далай ламаның, егер сізге кез келген нәрсе түбі оңтайлы шешілетін болса, оған бола уайымға салынудың қажеті жоқ. Ал бәрібір шешілмейтін болса, ол үшін қайғырудың мән мағынасы жоқ деген сөзін ұмытпаңыз. Егер кез келген адам қандай да бір жағдайды ойлап, уайымға тап болса, оны жеңудің оңай жолы бар. Өзіңізге мынадай сұрақ қойыңыз. Мен уайымдап тұрған осы жағдай шынымен басыма келсе, ең жаманы не болуы мүмкін? Мысалы, жұмыстан шығып қалсам, немесе ісім кері кетіп, дағдарысқа ұшырасам, қандай жағдай орын алуы мүмкін? Соны елестетіңіз. Алдын ала сол жаман жағдайды іштей қабылдап, оны жақсы жаққа өзгертудің, минусты плюске айналдырудың жолдарын қарастырыңыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын Данияр атты кәсіпкер інім көңілі құлазып, салы суға кеткен күйде маған келді. Асықпай әңгімелестік. Данияр ірі құрылыс компаниясында бас директор болып жұмыс істейтін. Жұмыс барысында өзіне тікелей қатысы жоқ қателіктер орын алған. Алайда оған жауапты адам ретінде қылмыстық іс қозғалып, сотталып кету қаупі төніп тұр. Данияр қолынан келген барлық әрекетті жасаған, бірақ мәселенің күрмеуі сол бойы шешілмепті.
күнде тергеу, жүйкесі әбден жұқарған. Мен оған мынадай ақыл айттым. Данияр, сен қолынан келгенді жасап жатырсың. Түбінде Алланың пешенеңе жазғаны болады. Қатты уайымдап таусылма. Былай ойлап көрші. Сен өзіңді ақтай алмасаң, әрі кетсе абақтыға жабыласың. Сотталу деген өмірдің бітуі, қиямет қайымның орнауы емес. Қаншама ұлы тұлғалар өмірінің бір бөлігін абақтыда өткізген. Мысалы, Жүсіп пайғамбар ұзақ жыл жазықсыз зынданда жатты. Бірақ текке жатпай, ол жерді медресеге айналдырды. Талай адамды ізгілікке шақырып, жақсылық үйретті. Ақыры ақталып шыққаннан кейін Мысырдың қазынасын басқарды. Жұт жылдары халықты ашаршылықтан аман алып қалды. Ханафи мәзхабының көрнекті ғұламасы имам Сарахси қамауда жатып 20 томдық құнды еңбегін жазып шықты. Кейіннен бұл кітап әлемдік классикаға айналды. Әлі күнге дейін бұл еңбектің ғылыми құны артпаса, кеміген жоқ. Сол сияқты оңтүстік африкалық қайраткер Нельсон Мандела өмірінің 27 жылын қатаң тәртіптегі абақтыда өткізді. Оның 17 жылында жалғыз адамдық камерада отырды. Жарты жылда бір-ақ рет туысқандармен кездесуге немесе хат қабылдауға рұқсат етілген болатын. Сол 6 айда бір рет рұқсат етілген хаттың өзі түрме цензурасынан өтпей қалатын. Нельсон Мандела 1990 жылы бостандыққа шыққаннан кейін оңтүстік Африканың алғашқы қара нәсілді президенті болып сайланды. Нобель сыйлығына ие болды. Әлеуметтік экономикалық талай үлкен реформаларды жүзеге асырып, 2012 жылы 96 жасында дүние салды. Міне, Манделаның өмірі. Адам баласы сотталған жағдайда түрмеде отырып, бостандықта жасай алмайтын істі атқаруға болады. Мысалы, сен бизнеске қатысты 100 кітапты оқып тауысып, кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгере аласың. Ағылшын тілін жетік үйреніп алуыңа да үлкен мүмкіншілік туады. Түрлі адамды көресің. Өмірлік үлкен мектептен, тәжірибеден өтесің. Құранды толық жаттап алуыңа да болады. Тиімді пайдалансаң, бұл саған таптырмайтын мүмкіндік. Құранда сендердің кейбір ұнатпайтын нәрселерінің ақыры сендер үшін қайырлы болуы мүмкін деген аят бар. Сүт ашып кетсе, оған өкінбе. Керісінше, одан ірімшік жаса. Осыған ұқсас әңгімелер айтып, көңілін көтеріп, жігерін қайрауға тырыстым. Бірақ Данияр сотталған жоқ. Кейін кездескенімде, Қайрекең сотталайын деп тұрған адамға күшті мотивация береді деп, өткенді күліп еске алады. Ең қиын жағдайда алдын ала қабылдау арқылы уайымды жеңілдететін бұл тәсіл психологияда Уиллис Керрердің формуласы деген атпен белгілі екенін кейін білдім. Мен оқыған Мысырдағы Әл-Азхар университеті күрделі оқу орындарының бірі. Жүйесі қызық. 3 пәннен өтпей қалсаң, сол курсты келесі жылы қайта оқисың. Шетелдіктер үшін араб тілі ауыр болғандықтан, студенттердің көбі ойындағысын толық жеткізе алмай қиналатын. Емтихан алдында Ибрахим деген жігіттің уайымдайтыны соншалық стресстен бет-аузына жара қаптап кететін. Ал менің ұйқым тыныш. Өткені өтпей қалсаң, дүние төңкеріліп, қиямет қайым орнамайды. Студенттер емтиханнан сүрінбей өтейік деп, күндіз түні дұға жасайтын. Ал мен қолымнан келгенше дайындалып, Алла тағалам, емтиханнан өтуім қайырлы болса ғана нәсіп ете көр деп дұға жасаймын. Бір рет емтиханнан өткізе көр деп тілемедім. Өйткені қай нәрсенің қайырлы екенін біз білмейміз. Ішімнен өтпей қалсам уақытым көп болады. 1 жыл бойы тапсыра алмай қалған 3 пәнді жақсылап меңгеріп аламын. Қалған уақытымды ағылшын тілін үйренемін, ананы жасаймын, мынаны істеймін деп өзімше мақсаттар қойып, жоспар жасап аламын. Емтиханға дайындық барысында харекетімді арттыратын аздап уайым пайда болатын. Бұл жақсы, орынды уайым. Соның нәтижесінде Аллаға шүкір, оқуымды уақытында тәмамдадым. Уайымға салынудан, ішкі үрейден құтқарылатын тағы бір амал әрдайым харекетте болу. Уайымның, мазасыздықтың орнын жақсы істермен толтырып тастаңыз. Санаңыздағы уайым мен үрейді қарбалас жұмыстармен, үздіксіз істермен алмастырыңыз. Абай хакім, әрбір орынды харекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкімен азайтпа, орынды харекетпен азайт десе, шәкәрім Құдайбердіұлы.
Үйде отырып салған мен сары уайым, тілегенің тұрама саған дайын. Жүріп тұрып ойланып істеп көрсең, харекеттің білесің сонда жайын деп, уайымнан арылуды өлең жолдарымен жеткізген. Орынды уайым деген болады. Ол адамға жауапкершілік жүктеп, харекетке итермелейді. Мұндай уайым жайлы Абай хакім. Уайым ер қорғаны, есі барлық дей отырып, 4-ші қара сөзінде, әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақлықтың түбі кәніш, іс-әрекет болса керек депті. Ғұмыр түс. Өткінші мынау өмірде, өтпелі бәрі өтпелі. Есенқұл Жақыпбек. Уайым қайғыны емдейтін тағы бір жақсы амал өмірге деген көзқарас. Данышпандардың бәрі мына өмірді жалған дүние деген. Бұл сөздің астарында үлкен философия жатыр. Жалған дүние деп уақытша нәрсеге айтылады. Мысалы, кейде түсімізде шым шытырақ оқиғаларды, қайғылы жағдайларды көреміз. Тіпті жақынымыздан айырылып, қанжылап жатып, оның түс екеніне көз жеткізгеннен кейін жанымыз жай табады. Көңіліміз орнына түседі. Мына дүние бақи дүниемен салыстырғанда түс секілді. Өйткені кез келген оқиға өткінші, жоғардағы түс сияқты. Тек мәңгілік қана ақиқат. Әзіреті Әлидің адам баласы ұйқыда, өлгенде ғана оянады дегені сияқты. Ғалымдардың зерттеуі бойынша біздің түні бой көрген ең ұзақ түсіміз 7-11 секунд уақыт екен. Дәл сол секілді мына дүниеде сүрген ең ұзақ ғұмырдың өзі бір немесе жарты күн екендігі Құранда. Содан кейін Алла олардан жер бетінде неше жыл тұрдыңдар деп сұрайды. Олар бір күн немесе күннің бір бөлігіндей аз ғана уақыт тұрдық. Алайда нақты айта алмаймыз. Оны уақыттың есебін білетіндерден сұрасаң болар еді деп жауап береді делінген. Ендеше, түс секілді мына қысқа ғұмырда басымызға келер қандай да бір қиыншылық, қайғылы оқиға мәңгілік емес. Өткінші екеніне илансақ, ол үшін уайымдап қайғыруға тұрмайтынын түсінеміз. Мәулананың қайғырма ей көңіл, бәрі өтеді тіпті өмірде дегенін әркез жадыңда ұстағайсың. Ғажайып жүзік. Ертеде бір патша уәзірлерін жинап, маған қолымнан тастамай тағып жүретін ғажайып жүзік жасатыңдар. Ол жүзіктің ерекшелігі, оған қарағанда тәубеме келейін, уайымға батсам, жұбаныш табайын депті. Уәзірлер елдегі зергерлер мен данышпандарды жинап, оларға патшаның қалауын жеткізеді. Содан бәрі жабылып, неше түрлі жүзік жасатып, бетіне әр түрлі даналық сөздер жаздырып, патшаға ұсынады. Патша ұсынылған жүзіктің ешбірін ұната қоймайды. Тек соңғы жүзікке көзі түскенде ғана қуаныштан жүзі жадырап сала береді. Міне, маған керек осы, мен қалаған жүзік осы, деп жүзікті саусағына тағып, қайта-қайта айналдырып қарай береді. Жүзікте бұл да өтеді, пәтшағар деп жазылған екен. Иә, сән салтанатты патшалығы да, үкім жүргізген билігі де өтеді. Кез келген қайғылы жағдай да, қиыншылық та мәңгі емес. Ол да өтеді. Демек, оқырман бауыр, сенің де басыңа түсер. Кез келген қиыншылық мәңгі емес. Ол да өтеді. Ендеше өткінші нәрсені уайымдап, салың суға кетпесін. Тауың шағылып, жігерің құмға айналмасын. Жаратқаннан жәрдем тілеп, басыңды тік көтеріп, алдағы сәулелі күндерден үміт күт. Өлім ақиқаты. Адамның көбі өлім ақиқатынан қорқады. Бұл адамзаттың ең үлкен қорқынышы. Өлімнен неліктен мұнша қатты қорқамыз? Себебі адам рухы мына пәни дүниедегі қысқа ғұмырға қанағаттанбайды. Мәңгілікке жаралған жан мәңгілікті аңсайды. Әлі есімде, кішкентай кезімде ауылдағы алғаш адам өлімі мен жерлеуге куә болған кезде бірнеше түн дөңбекшіп ұйқым қашқан. Төсекте жатып, адамның бәрі ерте ме, кеш пе өледі екен ғой. Өліп жоқ боламыз ба сонда? Менің өлгім келмейді деймін терең ойға батып. Осы сәттен бастап өмір мен өлім, тіршіліктің мәні, Құдай жайлы ойлайтын шығардым. Кейіннен осынау ойлар мені діни жолға алып келген сияқты. Иә, өлім құбылысы өмір секілді сөзсіз келіп жететін ақиқат. Бірақ өлім шіріп жоқ боп кету
немесе тіршіліктің соңы емес, рухтың бір халден екінші бір халге өтуі. Иә, өлім құбылысы өмір секілді сөзсіз келіп жететін ақиқат. Бірақ өлім шіріп жоқ болып кету немесе тіршіліктің соңы емес, рухтың бір халден екінші бір халге өту. Пәниден мәңгілік әлемге көшуі болмақ. Кез келген адамға дене мүшелерің кімдікі деп сұраса, менікі деп жауап береді. Барша тәніңе менікі деп иелік етіп тұрған іштегі рухың мен. Ендеше өлім ақиқаты меннің, менікінен, яғни жанның тәннен ажырау процесі ғана. Абай айтпақшы, менен менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Қыстан кейін жазды жаратқан Құдай өлімнен кейін мәңгі өмірді де жаратады. Олай болмағанда, мына тіршіліктің мәні толық ашылмайды. Бейне бір аяқталмай қалған кітап тәрізді мағынасыз күй кешпек. Залымдар жауапқа тартылатын, ізгілер жасаған салиқалы істерінің қарымын алар күн есеп күні. Ақырет әлемі болмаса, Құдайдың өзі әділетсіз болмақ. Ал бұл мүмкін емес. Құдайға әділетті деп иман келтірдік емес пе? Олай болса, қыстың күні шыбын шіркейді, өсімдік біткенді, ағаш атаулыны қуратып, көктемде қайта тірілдіп, жап-жасыл етіп жайқалтқан Алла тағала адамды да ақыретте қайта тірілдеді. Себебі адам шыбын шіркеден де, өсімдік атаулыдан да ардақты һәм мағыналы жаратылыс. Күллі жаратылыс атаулыны жоқтан жаратқан Құдай үшін сені қайта тірілту қиынға соға ма? Маған және жақындарыма ажал келіп жетеме деп қыбыр еткен оқиғадан, сытыр еткен сәттерден қорықпағың. Өлімді ойлап, сары уайымға салынба. Себебі өлім мына дүниедегі себеп салдар заңдылығына бағынса да, ол тағдырдың өзгермейтін жазмышы. Ажал тізгіні сенің қолында емес. Оны өз бақылауыма аламын деп тырыспа. Өлімнің өзінен емес, өмірді мәнді сүре алмаудан қорық. Әсілінде өмірі мәнге, ізгілікке толы адам үшін өлім сондай қорқынышты емес. Олай болса, кеудеңде жаның барда жаса, жақсылыққа ұмтыл. Ғұмырыңды ізгілікпен кестеле. Пәниден мәңгілікке көшкенде, артыңда ғибратты ғұмыр, ұялмайтын өмір қалсын. Раббыңның құзырына жарқын жүзбен баруды ойла.